Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде жаңа рецепт. Осындай күшті әдемі болып шығатын панкейк пісіреміз. Өте тез дайын болады. Завтракқа немесе шайға өте тез дайындауға таптырмайтын вариант. Сондықтан кеттік, бірге жасайық. Ең бірінші 2 жұмыртқаны аламыз. Осылай екеуін де жарып аламыз. Тұз, одан кейін қант саламыз. Қантты аз да салуға болады. Тәтті жақсы көрсеңіз көбірек. Одан кейін су құямыз. Осы кезде сүт құйсаңыздар да болады. Вообще күшті болады сол кезде. Мен осы жолы сумен жасайын дедім. Және разрыхлитель саламыз. Оның үстіне ұн саламыз. Осылай ақырын салып араластырып отырамыз. Бізге сондай қою бір масса керек болады. Тағы да бір мөлшерін салып араластырдық. Енді осыған сұйық май құямыз. Мен осы жерде 2 ас қасықтай құйдым. Жақсылап араластырамыз толығымен. Бізде осындай қою масса шығу керек. Енді табамызды жақсылап қыздырамыз. Ешқандай май жақпаймыз. Құрғақ табаға осылай қызып тұрғанға осылай құйып шығамыз. Кейін осындай шариктер пайда бола бастаған кезде аударамыз. Міне осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өте тез піседі екі жағы. Бастысы іші бәрі толық піседі. Осылай кезек барлығын пісіріп алатын боламыз. Осылай орташа отта барлығын кезек пісіріп алдық. Енді осы кезде мен кішігірім оформление жасайын дедім. Банан, клубника, голубика, басқа да жемістерді қолдануға болады. Мен осылай бананды үстіне әдемілеп турап қойдым. Әдемі көрінсін деп. Міне осындай болып дайын болады. Үстіне сгущенка, мед, немесе шоколадты ерітіп та құюға болады. Сол кезде вообще тәтті болады. Осындай болып шығады бізде панкейки. Өте күшті, дәмі барлығы тәтті, дәмді болып шығады. Ең бастысы іші бәрі піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. И, конечно же, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Всем пока!